Біздің Алматы облысында былтырғы жылы 3 мектептің құрылысы аяқталды. Негізінен 2 мектеп бұл 900, әрқайсысы 900 орыннан құрайтын. Бұл Еңбекшіқазақ ауданындағы Шелек және Есік қалаларындағы орта мектептердің құрылысы. Өте заманауи талаптарға сәйкес жасалған, толығымен қор есебінен салынып, әкімшілікке пайдалануға берілді. 91 мектептің қайта жаңғырту жобасы қарастырылған. Биылғы жылы 19 мектептің жобасын бастап аяқтауымыз керек. Оның ішінде 9 мектебі ауыл ел бесігі бағдарламасы деңгейінде, 10 мектеп жергілікті бюджет деңгейінде жасалатын болады. Қазіргі күні жұмыстар басталды, конкурстық рәсімдер жүруде. Жыл аяғына дейін жоспарлы түрде жұмыстар жалғасатын болады.